derdi Koygan tağday yatar yayısında yürümüşmez Senerde törpeli yollar üstten kablanın Asығыш жасаған тірлігім, енді қателігім деуге болады. Бұл менің 17 жасымда нүктесін қойған кітабым еді. Дәл қазір филармонияның камералық залынан сөйлеп тұрмыз. Бүгін ел арасында сыр сүлейлерінің сарқыта танып кеткен белгілі фольклортанушы ғалым, эпик жыршы Берік Жүсіптің Сүлей дария атты сыр сұхбат кеш өтуде. Кеш тізгіні ақын, халықаралық Түркістан газетінің бас редакторы, Қазақстан жазушылар одағы Астана филиалының директоры Бауыржан Бабажанұлында. Тыңдарман қауым сыр мақамдарының сырлы әлеміне үңіліп, жыр мен зерденің терең иіріміне бойлауда. Көкірегі көмбе, санасы саз, тұла бойы тұнған дәстүр. Көне мақам сазды жаңғыртып бүгінгі буынға аманаттап жүрген шебер орындаушы, бір туар жыршы, фольклортанушы ғалым Берік Жүсіптің Сүлей дария сыр сұхбат кешіне қош келдіңіздер. Сонау Сырым ауданынан Жыпытыдан осы арнайы кел Бекеңнің кешіне қатынасып, Берік ағамыз жалғыз өзі келмеген екен. Қасына жолдасын естіп келген екен. Бауыржан Бабажанұлы деген азаматты деп өзінің ниетін білдіруге келген сырымдық кәсіпкер Ғанимат Қайыржанұлы Нұрмұхан деген азамат ортамызда. Сол жігіттің аманатын сіздердің көздеріңізше осы кештің иесі Берік ағамызға және тізгіндеуші Бауыржан ағамызға екеуіне екі арғымақты конвертке салып ұстайын. Сөз көп еді ғой. Ол сөздің аяғына шыға алмаймыз. Төлім деген әкеміз айтқан, бісміллә деп сөйлесем, Аллаға асып біләл болалман. Өз білгенім болмаса кісіден сұрап тілалман. Мен күнімен ескінің ортасындағы кішкентай ғана дәнекер адаммын. Ел аман болсын, жұрт тыныш болсын. Өсіңіздер, өніңіздер, көктеміздер, көгеріңіздер, жақсы күнде қауышайық. Біздің кешіміз аяқталды. Мына Берік Жүсіптің Сүлей дария атты сыр сұхбат кеші өте әдемі өтті. Бекең бұл кешке сәл ауырыңқырап, қызу көтеріліп келсе де, өте тамаша өнер көрсетті, жақсы әңгіме айтты, жұртшылықтың да ықыласы
өте жоғары болды. Соған мен ризамын. Бұл енді бүгінгі кеште осы кешті ұйымдастырған азаматтарға, осы филармонияның директоры Бауыржан Ергенұлы Қалиоллаға, басқа да осы кешті ұлықтап жатқан, мына жыршыны құрметтеп келген барша қауымға алғыс айтамын. Аман болайық.